Менің жасым 16. Мен өмірді құртып алғанаймын. Мен болашақта не істеу керек екенін білмеймін. Мен қалай ақша табу керек екенін білмеймін. Мен қалай бір нәрсені орнына қою керек екенін білмеймін. Дәл осындай сұрақтар мен көбінесе қояды маған, иә. Немесе дәл осындай сұрақтарға көбі жасөспірімдердің көзінен байқаудамын. Бұл жайында өте маңызды сұрақ болып келеді. Өйткені бұл видеоны дәл қазір қосып отырсаң, қарап отырып, дәл осы сұрақтың жауабын тапқың келсе, сенде де бір ішінде уайым болса, осы бір уайымды жеңгің келсе, осы бір уайымнан өткің келсе, онда бұл видео саған арналады. Және де бірден айтайын. Сенің бұл видеоға қосқаның да бір саған дұрыс болар. Өйткені кейбір адамдар бар, тіпті болашағын уайымдамайтын, тіпті ештеңені уайымдамайтын. Уайым өзі бір дұрыс нәрсе емес, бірақ ешқандай уайымсыз, жайдан-жай, ой, бәрібір маған, бәрібір ештеңе етпейді деген сияқты жүре берсе, ол дұрыс емес. Саған керісінше бір кішкене болсын, символ болу керек, саған да бір кішкене болсын, бір жақсы жағына өзгеріп керек. Ендеше бұл видео саған бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, комментарий жазып кет, ендеше кетіп бастаймыз. Бұрында негізінде бір 16-та бір қатты уайым болмайтын, иә. 8, 70, 60, 80, 90 жылдары өскен, енді қазіргі заманда соңғы бір поколение болып кетіп жатқан адамдар бар ғой. Сол кісілерден сұрасаң, енді 80 емес, бірақ 50 мен 60, 70 дегенде, ол кісілер 16 жаста ешқандай бір алаңсыз жүре беретін болған көп жағдайда. Олардың бар уайымы жай ғана бір қалай бір денені жазсам болады, қалай мына жаққа оқуға түссем болады дейтін сияқты. Ал қазір бізде білмеймін, бір уайым өте көп, бізге ответственності қазір өте көп тығады. Жасөспірімдерге мектепте тығады, ата-аналар тығады, әсіресе мектепте тығады. Ертең қалай грантқа түсейін деп отырсың, ертең қалай сен жұмыс жасайын деп отырсың, ертең сен қалай бір ақша табайын деп отырсың, ертең сен қалай ата-анаңды асырайын деп отырсың. Осындай сияқты сұрақтар жасөспірімдерге өте жиі қойылады. Жасөспірімдер бұны қазір өздеріне ответственность ретінде қабылдап алған. Бұл негізінде дұрыс, бірақ жай ғана ответственность алдырғызып соларға беріп қойсаң, бұл жай ғана беріп қойсаң, бұл қате болып келеді. Егер де оларға дұрыс бір жолын көрсетсең, жай ғана сабақ оқы деген, ол дұрыс жол болмай қалады. Бала одан сайын потеряны оқиды. Егер де балаға сен сабақ оқы, сен осындай боласың, 5-ке шықсаң осындай боласың десе, бала одан сайын потеряны оқиды. Керісінше оған сүйіктісі табу керек, оған басқа нәрселер табу керек. Ендеше достар, дәл қазір мен бір неше жолдарын айтайын, иә. Сол жолдар арқылы сен өзіңнің шынымен де не нәрсені қалайтыныңды, шынымен де бір дұрыс жаққа қарайтыныңды таба алатын боласың. Бір 16, 15, 14, қазір 12 жастағы балалар бар. 18, 19, 20 жалпы барлық жасөспірімдерге арналған бұл керемет видео болады. Ендеше кетіп бастаймыз. Ең бірінші бұл тренировка жаса. Неге тренировка жаса? Өйткені тренировка ол жаман ойларды алып тастайды. Біз физикалық тұрғыда, ғылыми дәлелденген, енді қазір сөзбен сөз айтпаймын, бірақ физикалық тұрғыда біз бір әрекет жасасақ, мысалы терлейміз, билейміз деген сияқты, иә. Солай жасаған кезде біз бүкіл негативті нәрселерді ұмытып, бірін басқа нәрсеге қосамыз. Физикалық тұрғыда біз жаттығу жасаған кезде, біз жаңағы жаман ойлардың бүкілін жауып тастап, біз керісінше, мен кәдімгідей мықты бір тренировка жасап шықтым. Одан кейін сен барасың, мына футболканы шешесің, айнаға қарайсың, айнада кәдімгідей осындай бір качай болып тұрасың, кайф, өзіңді күшті сезінесің. Бұл кәдімгідей тренировка өте өзіңді күшті сезінуге мүмкіндік береді саған. Осылайша сен өзіңді күшті сезінесің, сен айнаға қарайсың, өзіңді бір күшті сезінесің, сен физически тұрғыда мықты боласың. Және де жаттығулар жасағаннан кейін сен жаман ойларды алып тастап, керісінше жақсы ойларды қосасың. Позитивті ойлар саған келеді, жаман ойлар сенен кетеді. Бұл бірінші жол. Екінші жол тренировка жасайсың, екінші жол сүйікті іспен айналысасың. Неге сүйікті іспен айналысасың? Егер сен қазір сүйікті іспенді тапқан шығарсың, неге? Өйткені сүйікті ісіңді таппадың, басқа да бірдеңе болды деген сияқты. Көп жағдайда сен сүйікті ісіңді таппаған сияқтысың. Осы видеоны қарап жатқан адам. Сондықтан да саған бір күнде бір нәрсені жасап, енді күнде де емес, саған бір дедлайн қою керек. Мысалы 3 ай немесе 6 ай аралығында, 1 мен 6 ай немесе 1 мен 3 ай аралығында мен осындай бір іс әрекетпен айналысып көремін. Мысалы мен 3 ай бойы мен 6 ай бойы YouTube жүргізіп көремін. Мысалы Немесе мен 3 ай бойы бір нейросетпен жұмыс жасап көремін. 6 ай бойы фриланспен айналысып көремін. 3 ай бойы мен
бір 6 ай бойы мен бір бизнес проект жасап көремін. Осы проектті мен басқаларға таныстырып көрем. Өтпесе, демек бұл менікі сияқты емес, басқа бір нәрсеге өту керек деген сияқты болу керек. Яғни сен бір нәрсені қолданасың. Осылай бір практика, бұл сенде қаншама жыл алуы мүмкін. Бұл сенде 1 жыл, бұл сенде 3 жыл, бұл сенде 5 жыл, бұл сенде 10 жыл бойы алуы мүмкін. Бірақ сен практикада қолдана бересің 3-6 ай арасы, мысалы, немесе 1 жыл деген сияқты осыларды қолданасың. Ең соңында сен практикалар арқасында шынымен де өзіңе не нәрсе ұнайсың, соны таба аласың. Осылайша сен сүйіктісімен айналысасың. Осылайша сен сүйіктісі табасың, ары қарай кетесің. Ары қарай бізде бұл негізінде бір өте керемет бір кеңес, өте керемет кеңес. Енді әр адамның өзінің наным сенімі әртүрлі, бірақ менің наным сенімі, көріп тұрсаң, менің наным сенімі бұл Алла бар, ислам діні, Аллаға тапсыр, Аллаға сен, барлық жақсы болады дейтін сияқты бір осындай бір қысқа тұрғыда критерия келтірген. Шынымен де Аллаға тапсырсаң, барлық жақсы болады, егер де шынайы түрде иман келтірсең. Және де соңғысы ешқашанда берілме, бәрібір де. Кез келген адамның өмірінде сынақ болады, бірақ сынақтың қатар, немесе сынақтан кейін, сынақпен қатар деймін, сынақпен қатар саған әрқашанда бір жақсы жолдар келеді, жақсы бір мүмкіндіктер келеді. Егер сен ол мүмкіндіктерді әрине көре алсаң, әрқашанда бір дұрыс анализ жасап, дұрыс салқынқанды мимен ойлансаң, сенде әрқашанда бір сынақтың жанында бір жақсы жол көреді. Жол көрсетеді, саған жол келеді. Сол жолға қарай өт, ешқашанда берілме. Мінекей осындай жолдар арқылы сен шынымен де қазіргі таңда ішкі уайымыңды жеңіп, болашаққа жақсы көзқараспен, позитивті көзқараспен, оптимистік көзқараспен бола аласың. Егер де бақытты өлтіретін бір компоненттер, бұлар өткенге алаңдау, бүгін үшін шүкіршілік етпеу, және де ертең үшін уайымдау. Осы ертеңді уайымдауды сен дәл осы арқылы жеңе аласың. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше достар, кеттік. Келесі видеоларда кездескенше, бірақ достар, міндетті түрде бір нәрсе айтып өтейін. Міндетті түрде бұл сіздер үшін өте маңызды. Сіздер дәл қазір осындай бір, білмеймін, күнім жайдан жай өтсе, телефонда қарай берем, энергия мүлде жоқ, сабақ вообще орнымен жаймен қалды. Менде осындай болмайды. Мен вообще өмірде не болып жатқанын білмеймін. Менде бүгінге дейін шүкіршілік жоқ. Өткенге дейін жаңағындай алаңдаушылық бар, болашаққа деген уайым бар деген сияқты. Сіздерде осындай бір ойлар болса, сонымен қоса өздеріңіздің сүйіктістеріңіз әлі күнге дейін таппасаңыздар, миссия болмаса, және де басқа да бір нәрсе болмаса, сіздер табыс жағынан алаңдасаңыздар, болашақта қалай табыстырамын, болашақта не болады дейтін сияқты алаңдаушылық болса, онда өзімнің Teenager Club атты курсыма шақырам. Ол курста біз 14 күннің ішінде, небәрі 14 күннің ішінде кәдімгідей болашағымызды керемет жолмен құратын боламыз. Бізде 3 блок болады. Бірінші блокта біз өмірімізді қолға аламыз, екінші блокта біз өзіміздің сүйіктісімізді табамыз, икигайымызды табамыз, миссиямызды табамыз, мақсатымызды жазамыз. Үшінші блокта біз қаржылай сауатты боламыз, инвестиция жасаймыз, болашақта қамтамасыз етеміз. Ендеше достар, сіздерді Teenager Club'та күтемін. Келесі видеоларда кездескенше.